Бүгінде журналист болу шындықты жеткізу үшін өмірінді беруге дайын болуды білдіреді. Журналист тым пікір мен түбегейлі көзқарас иесі. Қоғамды құлақтандыратын да, топастандыратын да халықтың көзі, құлағы әрі тілі. Әлемде өткен 2022 жылда журналистер қазасы мен қудалауға тап болған жайттары біршама артқан. Әрі соңғы уақытта елде орын алған журналистік қамау, қорқыту әрекеттеріне нақтырақ тоқталсақ, Гүлнар Башкенова, Вадим Борейко, Динара Егеубаеваларға кім және неге шабуыл жасауда? Рамиль Мухаряповтың ісі тоқтатылды. Халық бұны бұлай жылы жауып қоя ма? Путинді қолдайтын қазақстандық депутат орнынан айырылуы керек пе? Қарастырайық. Баршаға сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Қолдау білдіріп, арнаға жазылып, пікір жаза отырыңыздар. Кеттік. ЮНЕСКО мәліметтері бойынша 2022 жылы әлемде 86 журналист пен бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері қаза тапты деп мәлімделсе, баспасөз бостандығы мен журналистердің қауіпсіздігі мәселелерімен айналысатын үкіметтік емес ұйым 2022 жылы әлемнің 29 елінен 115 журналист қайтыс болды деп мәлімдеді. Көрсеткіш 2021 жылмен салыстырғанда 45%-ға артқан. Аймақтарға қатысты статистикаға көз жүгіртсек, 2022 жылы Латын Америкасында 39 бақ қызметкері, Еуропада 37, Азияда 30, Африкада 7 және Солтүстік Америкада 2 бақ қызметкері қайтыс болды. Ең қауіпті елдер Мексика 19 адам, Украина 10 және Гаити 9 адам болды. Украина мен Ресей арасындағы соғыс бақ қызметкерлерінің қауіпсіздігіне теріс әсер етпей қоймағаны анық. 24 ақпаннан бастап ел аумағында 34 бақ қызметкері қаза тапты. Журналистер зорлық-зомбылықтың басқа түрлерінің де құрбаны болды. Оған жоғалып кету, ұрлау, ерікті түрде ұстау, заңды қудалау және цифрлық зорлық-зомбылық жатады. Әрі көп жағдайда әйел журналистер құрбан болған кейстер көп. Мысалы, Аль-Джазира тілшісі Ширин Абу Акле Израиль әскерлері мен палестиналықтар арасындағы қақтығыстарды жариялау кезінде қайтыс болды. Телеарнаның ресми мәлімдемесіне сәйкес журналисті Израиль полицейлері өлтірген. Украинадағы соғыста қаза болған журналистер біршама. Оксана Баулина 23 наурызда Киевтің Подольск ауданында Ресей Федерациясының зымыран соққысы салдарынан қайтыс болды. Ол Ресейден Польшаға қысыммен кеткен The Insider интернет басылымының ресейлік журналисі. Оған қоса сыбайлас жемқорлыққа қарсы қордың белсендісі болған еді. 24 жастағы журналист Александра Кувшинова 14 наурызда Киев облысының Горенко ауылында орыс әскерлерінің артиллериялық бомбалауы кезінде қайтыс болды. Ол журналист әрі Fox News продюсері болды. Кувшинова Украинаның денсаулық сақтау министрлігінде спикер болып те жұмыс жасаған. Заңды қудалауға тоқталатын болсақ, Репортеры без границ халықаралық ұйымы жариялаған есепте бүкіл әлем бойынша 533 журналистің ұсталғаны туралы айтылады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 13,4%-ға көп. Ұсталған журналистердің көпшілігі Қытайда тіркелген, 110 адам. Қазақстанда журналистерді тергеу астына алған жайттар бар. Әрине, әрбір кейс жеке талдауды қажет етеді. Бүгінде Орда КЗ онлайн басылымының бас редакторы Гүлнар Башкенова мен журналист Вадим Борейконың пәтер есіктерін бекітіп, түрлі бопсалау әрекеттері жүріп жатыр. Жақында алдағы мәжіліс сайлауында бір мандатты округ бойынша қатысуға ниет білдірген журналист Динара Егеубаеваның көлігі өртелді. 18 қаңтарда Ұлыс медианың бас редакторы Самал Ибраева белгісіз біреулер сайтты бұзып, онда Самалға және оның отбасына қатысты жеке мәліметтер салып жіберген деді. Борейконың айтуынша соңғы уақытта орын алған шабуылдар бір-бірімен байланысты. Динара Егеубаева, Гүлжан Ерғалиева, Гүлнар Башкенова, Самал Ибраева және өзіне жасалған қорқыту әрекеттері бір тапсырыспен жасалуы мүмкін. Егер бір орталықтан жасалып отырған болса, артында кім тұрғанын жақын арада біле жатармыз. Не дегенмен сөз бостандығы халықтың шынайы ақпаратпен қамтылуы аса маңызды дүние. Сол себепті журналист өз өмірі үшін қауіпсіз жағдайда жұмыс жасауы керек. Енді бір қосатын жайт тіл мәселесі. Бұл тәуелсіздік алғалы бері шешілмеген, үнемі дау-дамайсыз айтылмайтын мәселе. Бір жағынан статистикаға сүйенсек, қазір елде қазақтар саны басымдықпен артты. Сәйкесінше қазақ тілділер де біршама. Демек, тіл мәселесі бар деп айту дұрыс емес. Бұл ән, кино, өнер арқылы тілді насихаттап, тілдің солылығын көрсетіп, сәнге айналдырып жатқан өнер иелерінің үлесі. Ал екінші жақтан күзде елді дүрліктірген кейс. Чоко холдингінің негізін қалаушы Рамиль Мухаряповтың тілге қатысты ісі. Күні кеше сот шешімі шықты. Іс құқық бұзушылық құрамы болмауына байланысты тоқтатылды. Алматы полиция департаменті мәліметінше, Рамиль Мухаряповтың ісі бойынша әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, таптық және діни алауыздықты қоздырғаны туралы дерек тексеріліп, ешбір бұзушылық табылмапты. Сонша шулаған тілдің қажеттілігі мен абыройын артқысы келген белсенді халықтың бар айғайы әлеуметтік желден аспағаны болды ма?
Қоғам тағы бір мәрте тілді білу маңызды емес. Мемлекет деңгейінде керек болмаса, жеке адамға оның не керегі бар деген ой жетегінде кетеді. Атап өтер тағы бір жайт бар. 2-3 күн қазақстандықтар Оскар Кучераның Юрий Дудке берген сұхбатын талқылап, оны барынша таратып, сынға алып бақты. Сөйлеген сөзі, берген жауаптары құлаққа жағымсыз естіледі. Оның ұстанымы емес, жалпы сөз саптауы онша емес. Бірақ әр адам жеке пікір білдіруге құқылы. Орысшыл Путинді қолдайтындар жетіп жатыр. Алысқа бармай-ақ соғысты қолдайтын мәжіліс депутаты Әбділдаевтың сөзін тыңдасаңыз. Мен Ресейдің президентін қолдаймын. Не үшін? Соғысты қолдайсыз ба? Осы спецоперацияны қолдаймын. Спецоперация деп ойлайсыз ба? Спецоперация деп ойлаймын. Мен ойлаймын, осы жазға дейін Зеленскийді өзінің халқы ұстап сотқа береді. Сондай болады. Соғысты қолдаймын дегеніңіз кәдімгідей сезініп айтып тұрсыз ба? Украинада қазір мысалы күнара бір қалаға шабуыл жасап жатыр ғой. Ресей әскері, Ресей техникалары. Кәдімгі бейбіт адамдар тұрғын үйлерге бомбалар түсіп жатыр. Бейбіт адамдар қырылып қалып жатыр. Сіз айтасыз, соғыс. Енді соғыстан не избежать? Ең бірінші... Бүкіл әлем мысалы Путинді айыптап жатыр ғой, Украинаға бүкіл әлем емес. Мен жаңа айттым ғой сізге. Халықаралық ұйымдардың бәрі. Бүкіл әлем емес. Санкция салып жатыр Ресей. Ол санкцияны салып жатқан Америка. Сіз сияқты ойлайтын әріптестеріңіз көп па парламентте? Жоқ. Бір 2-3 адам бар шығар. Соғысты қолдайтын. Соғысты емес, сіз енді айттым ғой, сіздер журналистер... Өз сөзіңізден айтыңыз. Мен соғысты қолдаймын дедім. Украинадағы спецоперацияны қолдаймын дедім. Украинаның билігінде қазір кімдер отыр дейсіз сонда? Нацисттер отыр. Тура Ресей билігінің репликасының сәйкес келеді екенсіздер. Может, сәйкес келетін шығар. Орыстар жақта соғысып жүрген балаларды жақсы білемін. Украин жақта соғысып жүрген балаларды жақсы білемін. Көп адамдарды білемін. Уже енді Украина ашетінде Россия 600 метрде любой ракетамен атса керек Москваға барады. Олардың безопасность ең бірінші. Айтпағым, актерді қанша даттасаңыздар да ол өз ойын өзгертпейді, әрі оның біздің халыққа әсер етуі екі талай. Ал халық қалаулысы өз жеріміздегі мемлекеттік қызметкердің былай айтқаны сұрақ туғызады. Партия бұл оның жеке позициясы, партияға еш қатысы жоқ дейді. Ертең Ресей басқыншылары қазақ жеріне кірсе, орыстар құшақ жая қарсы алады деп қауіптенудің керегі жоқ. Кешегі алаш арыстарын ұстап берген өзіміздің қазақтар еді. Бүгінде Ресейге мемлекет қақпасын ашып беретіндер осылар. Бүгінге айтарым осы. Құрметті көрермен, қолдау білдіріп, пікір білдіре отырыңыздар. Келесі кездескенше.